Ресей Мәскеу облысы, Купрово ауылы. Иеміздің қайта тірілу шіркеуі. Ғылыми акустикалық эксперимент жасайық. Мен күмбездің дәл ортасында тұрмын. Күмбездің ортасынан бір шынжыр тігінен төмен салбырап тұр. Ол тікелей маған бағытталған. Мен дыбыс шығарамын. Мен айналайын. Мен шіркеу ғимаратынан шықтым. Дыбыс әлдеқайда әлсіз болды. Мен қайтамын. Дыбыс қалай өзгеретінін тыңдаңыз. Ғимараттың ішіне кірдім, дыбыс қаттырақ болды. Күмбездің ортасының астында дыбыс одан сайын күшейе түседі. Мен қалыпты дыбыс деңгейінде сөйлеймін, және дыбыс күшті жаңғырық береді. Шіркеу ғимараты акустикалық резонатор болып табылады. Ағаш еден жоқ, жер дыбысты жұмсартады және жартылай сөндіреді. Мұнда тегіс еден болды. Еден акустикалық резонансты күшейтті. Терезе ойықтарында әйнек жоқ, есік саңлауларында есік жоқ. Дыбыс толқыны бос орынға қайтымсыз енеді. Бұрын бұл қандай күшті резонанс болғанын елестетіп көріңізші. Тағы бір қызықты нүкте. Ғибадатхананың резонансы төмен жиілікке бапталған. Бас бәсең, дауыспен сөйлесеңіз, жаңғырық күштірек болады. Шіркеу ғимараты дыбысты күшейту үшін салынған. Шіркеудің акустикалық резонаторы қуат тұтынусыз жұмыс істеді. Ал бүгінде ол да жұмыс істейді. Жарықсыз, бензинсіз, мұнайсыз және газсыз. Дегенмен, құрылысқа көптеген материалдар мен энергия жұмсалды. 1000 тоннадан астам кірпіш пайдаланылды. Қарапайым дыбыс күшейткішті жасау керек пе? Яғни, Құдайға қатты дауыстап дұға ету керек. Барлығын білуші, бәрін көріп, еститін құдіретті Аллаға шынымен де дыбыс күшейткіштер керек пе? Бұл қарапайым сұрақтарға ғылым мен дін жауап бере алмайды. Сіз оны өзіңіз анықтауыңыз керек.